Тілдік жалғаулары, түркше иелік ектері деп айтамыз. Тәуелдік жалғаулары не үшін қажет бізге? Белгілі бір заттың иеленушінің меншік екенін білдіреді. Bir заттың екінші бір затқа, қандайды бір нәрсеге, құбылысқа тиесілі екенін, бір заттың екінші бір заттың, нәрсенің, құбылыстың меншік екенін білдіру үшін бізге қажет. Түркшеде де мысалға менің кітабым деп айтамыз. Менің кітабым, кімнің кітабы? Менің кітабым. Яғни бұл кітап маған тиесілі екенін білдіріп тұрмыз, сондағы кітабым арқылы. Немесе сенің дәптерің деген кезде ол дәптердің, бұл дәптердің саған тиесілі екенін мына тәуелдік жалғаулары арқылы білдіріп тұрмыз. Түркшеде де осындай жалғауларды қазақшадағы секілді жалғаймыз. Менің дейік мысалға, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Енді тәуелдік жалғауларына қарайық. Benim деген кезде негізі біздің тәуелдік жалғауымыз м. Бірақ бұл дауысты дыбыстан кейін ғана м тікелей жалғанады. Ал егер оның алдында немесе сөз дауыссыз дыбыспен бітетін болса, онда оның алдына и, у немесе ү дауысты дыбыстарының бірі келеді, жалғанады, қосылады. Сенің дейтін болсақ, біздің негізгі жалғауымыз ны, бірақ дауыссызбен бітіп жатса, оның алдында и немесе ү дыбыстарына қажеттілік бар. Оның деген кезде и, у немесе ү жалғаулары бұл дауыссыз болса егер, дауыссыз дыбыспен бітіп жатса егер сөз. Ал егер дауысты дыбыспен бітетін болса, онда с, си, су немесе сі болады. Қандай жағдайда? Егер дауысты дыбыспен бітсе. Bizim деген кезде мыз, міз, муз немесе мүз жалғауларын жалғаймыз. Бұл егер сөз дауысты дыбыспен бітетін болса, ал егер дауыссыз дыбыспен бітетін болса, онда алдына қосамыз мыздың. Сөзде ол ымыз болады. Иміз дейміз. У, мұз, мүз болады. Sizin деген кезде ныз, низ, нуз немесе нүз. Егер дауысты дыбыспен бітсе сөзіміз, ал егер дауыссыз дыбыспен бітетін болса, онда ыныз, иніз, мына bizimде сияқты, у, нуз, нүз дейміз. Onların деген кезде үшінші жақ жекешедегі секілді и, у, дауыссыздардан кейін с, си, су, сө дауыстылардан кейін немесе олары және лері болуы мүмкін. Енді біз бұны мысалдардан қарайтын болсақ, жақсырақ түсінеміз. Мысалға, elma, алма. Менің алмам. Benim elmam. Senin alman. Elman. Onun elması. Неге с? Өйткені біз жаңа айттық, дауыстардан кейін с, си, су, су алып келеміз дедік. Bizim дейтін болса, elma, мыз. Sizin elma, ныз. Onların, егер олардың алмасы дейтін болсақ, onların elması, ал егер олардың алмалары, олар да көп, алма да көп, онда onların elmaları
дейміз. Onların деген кезде. Енді бұл жерде біз м жалғадық, н жалғадық, мыз, ныз дедік. Екі ортаға мына и, у, дауыстыларын алып келген жоқпыз. Не үшін? Өйткені сөз дауысты дыбысқа бітіп тұр. Мысалға, ev дейтін болсақ, үй. Онда қалай айтамыз? Benim evim деп айтамыз, әрине. Өйткені ол дауыссыз дыбыспен бітіп тұр. Не үшін? И, өйткені мына жерде бар. Оның алдындағы дауысты дыбысқа қараймыз. Senin evin. Onun evi. Bizim evimiz. Sizin eviniz. Onların evi, олардың үйі, ал олардың үйлері дегіміз келсе, onların evleri деп айтамыз. Жалғастырайық. Сөз. Менің сөзім дауыссыз дыбыспен бітті. Одан кейін алып келдік. Не үшін? Болғандықтан алып келдік. Senin sözün, onların sözü, bizim sözümüz, sizin sözünüz, onların sözü, немесе олардың сөздері деп тәуелдік жалғауларын жалғаймыз. Бұл жерде біздің назар аударатын кейбір дауыссыз дыбыстарымыз бар, иә? Егер ұмытпаған болсақ, к, т, ч, п. Біз не деп жаттап едік бұны? Кетчап деп жаттаған болатынбыз. Кетчап сөзіндегі к, т, ч, п дауыстары егер есімізде болса, өзінен кейін дауысты дыбыс келсе, к жұмшақ г-ге немесе г-ға, т д-ға, ч ж-ға, п б-ға айналатын еді. Мысалы, kitap. Benim kitap. P не болады? B-ға айналады. Екі ортаға келеді. Сосын барып мұны жалғаймыз. Benim kitabım. Қазақшада да солай ғой. Менің кітабым деп айтамыз ғой. Негізі кітап П-мен бітеді, бірақ кітабым дейміз. Сол сияқты жалғастырамыз. Senin kitabın. Onun kitabı. Bizim kitabımız. Sizin kitabınız. Onların kitabı. Егер бір кітабы болатын болса, оларда бір кітап, ал егер олардың кітаптары дейтін болсақ, onların kitaplары. Тағы да бір мысал келтірейік. Мысалға, ağaç. Менің ағашым. Benim ağaç болады. Ж, сосын өйткені оның алдындағы дауысты дыбыс ağacım. Senin ağacın. Onun ağacı. Bizim ağacımız. Sizin ağacınız. Onların ağacı, олардың ағашы, немесе олардың ағаштары дегіміз келсе, ağaçları. Бұл жағдайда ч өзгермейді. Неге? Өйткені ч-дан кейін дауысты дыбыс емес, л дауыссыз дыбыс келді. Мына жерде де соны байқауымыз керек. Мына жерде бәрінде б болды, бірақ соңғысында олардың китаплары дедік. Ал енді кітаптағы мысалға қарап көрейік осыған тәуелдік жалғауына қатысты. Ben kırmızı başlıklı kızım. Kızıl çelpekli kızım. Bu da benim babaannem. Babaannem. Anne ne degenбіз? Ana, mama деген болатынбыз. Ал babaanne болатын болса, әже. Baba,
Annem. Dağıstı tıpsıpen bitet. Senin babaannen, onun babaannesi, bizim babaannemiz, sizin babaanneniz, onların babaanneleri veya onların babaannesi. Merhaba, ben yavru kanguruyum. Men bala kengurumun. Burası benim evim. Бұл жер менің үйім. Біз жаңа бұған ev сөзіне тәуелдік жалғауын жалғаған болатынбыз. Evim, evin, evi деп. Sizin eviniz neresi? Sizin үйіңіз қайда? Ben Keloğlanım. Men taşra balamın. Bu da benim eşeğim. Sözümüz eşek. Esek. Bu jerdегі k не істеді? Yumuşak k'ге айналды. Содан кейін барып eşeğim. Ben civcivim. Men balabanım. Bu da benim ilk evim. Бұл болса менің алғашқы үйім. Evim. Мына жерде де evim деген болатынбыз. Менің үйім. Егер мына жерде назар аударған болсақ, ben kırmızı başlıklı kızım dedi. Ben yavru kanguruyum dedi. Men bala kengurumun. Ben keloğlanım dedi. Men keloğlanmın. Ben civcivim dedi. Men балапанмын dedi мысалға. Бұл жердегі қосылып тұрған им, бұлар тәуелдік жалғауы емес. Бұлар зат есімге қосылған жіктік жалғаулар, яғни зат есімнің жіктелуі деп айтамыз бұны. Әдетте түркше үйренген кезде зат есімнің жіктелуі мен зат есімнің тәуелденуін шатастырып алып жатады түркше үйренушілер. Сондықтан бұл жерде біз оларды айырмашылығын көрсетіп берейік. Ben kanguruyum dedi. Men kengurumun деген кезде. Ben balapanmын дегенде не dedi? Civcivim dedi. Men civcivпін dedi. Men balapanмын dedi. Бұл жіктелу. Ал егер тәуелденген болса, қалай болар еді? Менің кенгурум деген болар еді. Benim kangurум. Есімізде болса, дауысты дыбыстан кейін бірден тікелей мына алып келетін болатынбыз. Менің балапаным. Benim civciv. Жердегі и көмекші, содан кейін барып м дыбысы келетін. Benim civcivim. Мынау менің кенгурум, менің балапаным. Бұлар тәуелдік жалғауларым мына жердегі. Ал мыналар болса, жіктік жалғаулар зат есімге жалғанған. Мен кенгурумын. Мен балапанмын. Енді біз бұны өзімізге қатысты қалай жіктейміз, соны көрсетейік. Негізі әдетте біз адамға, оның кәсібіне, қызметіне, тегіне, мамандығына қатысты зат есімдерді жіктейміз. Мысалға, мен қазақстандықпын. Қалай айтамыз? Қазақстанлы, қазақстандық дегенбіз. Ben Kazakistanlıyım деп айтамыз. Sen Kazakistanlısın. O Kazakistanlı, ол қазақстандық. Нөлдік формада ештеңе жазбаймыз. Biz Kazakistanlıyız. Siz Kazakistanlısınız. Onlar Kazakstanlı.
Kazakistanlılar. Жай Қазақстанлы деп те бітіруге болады, Қазақстанлылар деп те айтуға болады. Бұл біздің тегімізге байланысты. Мысалға, мен студентпін, немесе мен оқушымын. Öğrenci қалай болады? Ben öğrenciyim. Кәсібіме, мамандығыма, қызметіме қатысты. Sen öğrencisin. O öğrenci. Biz öğrenciyiz. Siz öğrencisiniz. Onlar öğrenciler. Al dərgər bolsaqшы, doktor. Ne deyimiz? Ben doktorum. Неге ол? Өйткені ол бар. Тестік заң әдеттегі сән докторсың. О doktor. Biz doktoruz. Siz doktorsunuz. Onlar doktorlar. Bu жерде не деді? Ben doktorum. Ben öğrenciyim. Ал егер менің студентім дегісі келсе қалай айтар еді тәуелдік жалғау қажет болса? Benim öğrencim деген болады еді. Менің докторым, менің дәрігерім дейтін болса қалай айтар еді? Benim doktorum деп айтар еді. Әрине бұл жерде айтылымда маңызды айтқан кезде benim öğrencim, ben öğrenciyim. Benim doktorum, ben doktorum деп екпін түсіргенде де әрине сәл басқашалау болады. Зат есімнің жіктелуі негізі қазақ тілінде де бар, түрік тілінде де маңызды, өзімізге қатысты көп нәрсе айтқан кезде осы жалғауды осылай қолданамыз. Казакистанлıyım дедік, Мысалға, мен 45 жастамын деп айтайын. Ben 45 yaşındayım деп айтамын. Ben 45 yaşındayım. Sen тұрмыстасың дейік. Sen evlisin деп айтамыз. Мен uzun boylumын. Менің бойым uzun. Ben uzun boyluyum дейміз. Ben Kazakistanlıyım. Ben 45 yaşındayım. Ben uzun boyluyum. Мен мысалға қара торымын дейік. Esmer. Ben esmerim деп айтамыз. Сондықтан зат есімнің жіктелуі мен зат есімнің тәуелденуін бір-бірімен шатастырып алмауымыз керек. Егер ben öğrenciyim десем, бұл жіктелгені, мен студентпін. Ал егер benim öğrencim дейтін болсақ, менің студентім, онда бұл тәуелденгені. Егер ben doktorum дейтін болсам, мен дәрігермін, жіктеліп тұр, мамандығымды айтып тұрмын, ben деп тұрмын, benim деп тұрған жоқпын. Ал егер benim doktorum дейтін болсақ, менің дәрігерім, бұл жерде бұл тәуелдік жалғауы. Бұл зат есімнің жіктелуін жалғастырайық, өйткені оның болымсыз формасы да бар. Ол да маңызды. Мысалға, ben студент емеспін. Ben öğrenci değilim деп айтамыз. Емес деген сөз бар еді ғой, есімізде ма? Değil деген. Соған жүктік жалғауы имді алып келдік. Мен студент емеспін. Sen öğrenci değilsin. Естеп жатырмыз, біз бұл жерде değil деген сөзді жүктеп жатырмыз. O öğrenci değil, ол студент
Емес. Biz öğrenci değiliz. Siz öğrenci değilsiniz. Emessiz. Onlar öğrenci değiller. Немесе onlar öğrenci değil деп те қалдыруға болады. Егер бұны болымсызын сұрайтын болсақ, мына болымсыздың сұрағын ben öğrenci, мен студент емеспін бе? Değil miyim деп сұраймыз. Sen öğrenci değil misin деп сұраймыз. Sen. O öğrenci değil mi? Неге қарадық? Мына değil деген сөздің соңғы дауысты дыбысына қарай мыналарды өзгерттік. Miyim. Biz öğrenci değil miyiz? Siz öğrenci değil misiniz? Emessiz bir. Onlar öğrenci değiller mi? Немесе onlar öğrenci değil mi деп сұраймыз. Ал болымды болатын болса, ben болымды сұрақ. Мен студентпін бе? Ben öğrenci miyim? Sen öğrenci misin? Studentsin bir. O öğrenci mi? Biz öğrenci miyiz? Ya бұл жердегі сұраулық демеуліктерге біз үйреніп қалған шығармыз. Үндестік заңына сәйкес бұл әрдайым өзгеріп отырады. Siz öğrenci misiniz? Onlar öğrenci mi? Ол егер доктор деген сөз болатын болса, онда қалай болады? Ben doktor muyum? Бұл жолы muyum деп сұраймыз. Не үшін? Өйткені мына жерде o бар. Sen doktor musun? Дәрігерсің бе? O doktor mu? Biz doktor muyuz? Siz doktor musunuz? Onlar doktor mu? Baba dik. Әке. Мен әкемін бе? Қалай сұраймыз? Ben baba mıyım? Sen baba mısın? O baba mı? Biz baba mıyız? Siz baba mısınız? Onlar baba mı деп сұrar едік. Енді сұрақтарға қарайық. Сұрақтарға емес, жаттығуларға қарайық. Мына жерде benim arabam, benim kalemim. Senin araban, senin kalemin. Onun arabası, onun kalemi. Bizim arabamız, bizim kalemimiz. Sizin arabanız, sizin kaleminiz. Onların arabaları, onların kalemleri, немесе жаңа айттық, олар көп, бірақ арaba, көлік біреу ғана болса, арабасы, олар көп және қалам біреу ғана болса, олардың калемі деп те айтуға болады дедік. Бұл жердегі мынау жалғаулар не жалғауы? Тәуелдік жалғауы. Тәуелдік. Менің, сенің, оның. Мысалға, benim arabam güzel. Менің көлігім әдемі, жақсы. Senin odan küçük. Senin bölmen şağın. Onun evi
Onun үйі buraya uzak, бұл жерге алыс. Bizim kitaplığımız yumuşak k'ye ауысады. Kitap söremiz var. Sizin daireniz, sizin pəteriniz nerede, қайда? Onların salonları büyük, олардың залы үлкен деп айтамыз. Бұл жерде нені көріп тұрмыз? Тәуелдік жалғауына мысалдарды көріп тұрмыз. Ben çok çalışkan bir öğrenciyim дейтін болса егер, мен өте еңбекқор студентпін, оқушымын дейтін болсақ, бұл жерде көріп тұрғанымыз не ол? Жіктік жалғауы. Тәуелдік емес, жіктік жалғауы зат есім бұл жерде жіктеліп тұр. Оны тәуелдік жалғауына ауыстырайық, қалай болады? Benim öğrencim çok çalışkan. Çalışkan. Менің оқушым немесе студентім өте еңбекқор. Sen iyi bir arkadaşsın. Sen өте жақсы доссың. Ал сенің досың дейтін болсақ, сенің arkadaşın. İyi biri. Arkadaşsın, yani sen dossың. Ал мына жерде сенің досың. O çok pahalı bir araba. Ол өте қымбат көлік, машина. Нөлдік тұлғада тұр шектеліп. Ал оның көлігі, оның машинасы дейтін болсақ, тәуелдік жалғауын жалғайтын болсақ, onun arabası çok pahalı. Biz akıllı öğrencileriz. Biz ақылды оқушылармыз, студенттерміз деген кезде не істеді? Жіктеліп тұр зат есім. Ал біздің студенттеріміз немесе оқушыларымыз дейтін болса, bizim öğrencilerimiz akıllı. Siz çok iyi bir öğretmensiniz. Siz өте жақсы мұғалімсіз. Ал сіздің мұғаліміңіз дейтін болсақ, sizin öğretmeniniz çok iyi деп айтамыз. Onlar çok güçlü bir futbol takımı. Олар өте мықты futbol komandası. Futbol takımı. Кім? Onlar. Бұл да нөлдік тұлғада тұр. Ал олардың futbol komandası дейтін болсақ, onların futbol takımları çok güçlü. Олардың futbol komandası өте мықты деп айтар едік.